мемлекет басшыларының қатысуымен қабылданған осы 20 басты құжаттың негізгі былай сараптап зерделеп қарайтын болсақ, негізгі басым бөліктер қазіргі осы қауіпсіздік басты тақырып болып отыр. Әсіресе мынау Шанхай рухы деген жаңа термин қалыптасты осы саммиттің аясында. Бұл терминнің басты жаңағы Шанхай рухы терминінің негізгі мынау әлемдік қауіпсіздік қамтамасыз етуге негізгі басымдық біріншіден, одан кейін діни экстремизмге қарсы, терроризм мен мынау жаңағы есірткіге қарсы тосқауыл қою. Бұдан бөлек жалпы осы Шанхай ынтымақтастық ұйымын құрған кездегі басты миссия, басты мақсат ол мына экономикалық одақтастық болған. Ал қазір осы биылғы саммиттен біз бағамдап отырмыз, экономикалық жаңағы басын бағытпен қатар мынау қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Сонымен қатар мынау әсіресе қоғамның бір жиегі құртына саналған есірткіге қарсы, сонымен қатар экстремизм мен діни заңсыз көші-қонға да басты акцентті беріп отыр. Яғни біз алдағы уақытта осы ұйымның қай бағыттарға назар аударатынын бағамдаймыз осы қабылданған құжаттарға байланысты. Бұдан бөлек мынау Ресей президенті Владимир Путин осы саммит барысында сөйлеген сөзінде мынау мәдени гуманитарлық, сонымен қатар мынау жасанды интеллект, ғылыми техникалық әріптестік саласына да басым назар аударды. Яғни алдағы уақытта осы мемлекеттер арасындағы, жоғары оқу орындары арасындағы байланыстар және де мынау инвестиция тарту мәселелерде негізгі бір акцент қойылатын сияқты деп бағамдауға болады.